Сәлем арнау көрермендері, қазақша арнаны қолдап, тіркеліп, өздеріңіздің алтын пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Жұма күнге келген жақсы жаңалықтан бастасақ, Астана қаласының әкімдігі қарттар күніне орай 91.672 зейнеткердің бір жолға әлеуметтік төлем алатынын мәлімдеді деп хабарлайды Адырна тілшісі. 1 қазан қарттар күніне орай жасы бойынша 91.672 зейнеткерге және зейнеткерлік жастағы адамдарға зейнетақының ең төменгі мөлшерін алушылар қатарынан 2,15 айлық есептік көрсеткіш, яғни 8.000 теңгені мөлшерінде құрайтын бір жолғы әлеуметтік көмек көрсетілмек. Төлемдердің жалпы сомасы 730 миллион теңгені құрайды. Төлем азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Астана қаласы бойынша филиалы. Әлеуметтік төлемдерді ведомствоаралық есептеу орталығы департаментінің тізімдері негізінде Астанада тіркелген және тұрақты тұратын жасына байланысты зейнетақы алушыларға жүргізіледі, деді ведомство. Айта кету керек, төлемдер 3 қазанға дейін жүзеге асырылады.